Баршаңызға сәлем. Бүгін мен сіздермен миксерді қажет етпейтін айран мен 2 жұмыртқадан жасалатын өте дәмді, бетінде крошкасы бар үлпілдек пирогтың рецептісімен бөлісемін. Бұл рецептті көрмес бұрын менің арнама жазылып, мені қолдап өтіңіздер. Бізге 250 грамм айран керек. Айранымыз қандай болса да бола береді. Енді 1 шай қасық ас содасы, 1 шай қасық уксуспен барлығын жақсылап араластырамыз. Араласқанда біздің айранымыз ұлғайып көпіршиді. Енді үстіне 2 жұмыртқамызды салып, қантымызды аз-аздан қосып, барлығын жақсылап араластырамыз. Мен толық рецепті төменге қалдырып кетем. Содан көріп жасаңыздар. Енді бізге 1 пачка ванилинімізді қосамыз. Сосын еріп тұрған майымызды қосамыз. Барлығын жақсылап араластырып, үстіне 250 грамм ұнымызды аз-аздан қосып араластырамыз. Біздің тестіміз өте сұйық та болмайды, өте қою да болмайды, орташа болады. Бұл пирог өте ерекше, көп затты қажет етпейді. Алдағы уақытта мен қол жетімді осындай рецепттермен бөлісетін боламын. Енді біз 24 диаметрлік формамызға пирогымызды құйып, үстіне крошкасын дайындаймыз. Бізге қажетті 50 грамм сармай. Сармайымыз қаттылау болу керек. Енді 2 үлкен қасықпен шекеріміз, 3 қасық ұнымыз қажет. Барлығын жақсылап араластырып, дайын болған пирогымыздың үстіне саламыз. Біздің пирогымыз 35-40 минутта 180 градуста пісіп шығады. Бұл пирог барлық адамға ұнайды, ерекше болады, дәмді, тәтті болады. Менің рецептіммен жасап көріңіздер. Пирогымызды алып, 10-15 минутқа суытып, дастарханға ұсынсақ болады. Назарларыңызға рахмет. Ас болсын.